Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ерекше миксерсіз жасалатын пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Сонымен пирогымызды жасауға кірісейік. Үлкендеу ыдысымызға 300 грамм електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне 230 грамм қантымызды саламыз. 35 грамм какаомызды салып аламыз. Сонымен қатар 20 грамм қамыр қопсытқышты салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне сұйық заттарымызды құятын боламыз. 230 грамм бөлме температурасындағы айранымызды құямыз. 100 грамм сұйық майымызды құйып аламыз. Сонымен қатар 2 дана жұмыртқамызды кезекпе-кезек жарып алатын боламыз. Жарып алдық жұмыртқаларымызды. Енді осы заттардың барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үйімізде бар форманы алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып аламыз да 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Ыдысымызды аламыз да үстіне 2 ас қасық какао саламыз, яғни салмасын дайындайтын боламыз, бетіне құятын. Какаомыздың үстіне 30 грамм сары майымызды саламыз. Сонымен қатар қантымызды саламыз 80 грамм. Үстіне 150 грамм сүтімізді құйып, бір қайнатып алатын боламыз, отқа қойып. Жақсылап араластырып. Шоколадты пирогымыз да пісіп шықты пештен. Енді шпажканың көмегімен шоколадты пирогымызды барлық жерін тесіп шығатын боламыз, ыстықтай. Енді жаңа какао қосылған сұйықтығымызды бір қайнатып алдық, соны енді үстіне ыстық пирогымыздың үстіне құйып алатын боламыз. Сіздер қорықпаңыздар, осылай сұйық болып қалады деп. Шоколадты пирогымыз суығанша бұл сұйықтықты өзіне сіңіріп, андай сулы әрі жұмсақ дәмді пирог болып шығады. Пирогымыз суығаннан кейін формадан шығарып, жей берсеңіздер болады. Мына арасын кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ, сондай дәмді пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.